Ассалаумағалейкум тағы да. Бүгінге тағы бір қозғағым келіп отырған тақырып ол сауда жасаудың стильдері. Жалпы сауда жасаудың неше стилі болады? Так, скальпинг, интрадей, дейтрейд, инвестиция салу. Так, скальпингтен бастайық. Скальпинг дегеніміз неме? Ол жаңағы сауда жасаудың стильдерінің бірі. Ол скальпинг дегеніміз ол жылдам сауда. Жылдам сауда дегеніміз ол мысалы бір күннің ішінде, мысалы бір күн болғанда бір-екі сағаттың ішінде 10, 20, 30, 40-қа дейін мәмілелер жасауға болады. Бір-екі сағаттың ішінде. Скальпингті жиі қолданатын таймфрейм ол 1 минут, 2 минуттық таймфрейм ғана. Және сауда жасаудың өзі уақыты да сол. Жәнегі 1 минут, 2 минуттың ішінде жылдам саудалар жасау. Оның анализ түрі ол көбінесе мынандай паводырлар болады. S&P 500 деген сияқты, немесе мұнайдың бағасы деген сияқты. Осылардың индекстеріне қарайды олар. Мысалға S&P 500 жоғарыласа, онда қандай да бір жәнегі акцияны тоже жоғары қарай сатып алады. Немесе төмендесе, оны сатады. Осы негізгі анализ жасауы осы паводырларға қарап сауда жасалады. Скальпинг дегеніміз өте қауіпті сауда түрі, және мықты нерві керек бұған жасау үшін. Себебі біріншіден сіз мұнда әр сделкаңыз 1 к 1, бір мысалға бір сделкадан 1-2-3 минуттың ішінде сіз 15-20 пункт алсаңыз, баға кері кеткен кезде де сол бір 15-20 пункттан кейін егер кері кетсе, онда сделканы жабады. Сонда сіздің плюсыңыз да минусыңыз да 1 к 1. Сондықтан жәнегіндей нервіні көп кетірмеу үшін сіздің соңғы кездері көп роботтар құрастырған болатын. Жәнегі роботтар егер жеке адам бір трейдер өзі 1-2 сағаттың ішінде 30-40 сделка жасай алса, жәнегі роботтарды қойып, жәнегі скальпингке олар күніне даже 1-2 сағат емес, олар күні бойы қосып қойсаңыз, күніне бір 100 сделка да жасауы мүмкін. Жалпы осы скальпинг дегеніміз жылдам сауда өте қауіпті, жәнегі прибыльмен, жәнегі табыспен шығынның бір-біріне қатынасы бірге-бір. Кіші таймфреймдерде жасалады, 1 минуттық және 1-2 минуттық таймфреймдерде. Және сол сделкаларда сол 1-2 минуттың көлемінде сол уақыт аралығында ашып жабылады. Паводырларға қарап. Одан кейін интрадей дегеніміз ол бір күннің ішіндегі сауда деген сөз. Интрадейдің мәмілелер саны күніне мысалға егер бәрі табысты мәмілелер ашылып жатса, позициялар, онда 4-5-6 шақты сделка жасауға болады. Мәмілеге кіру таймфреймі ол 1 минуттық пен 5 минуттықтар арасында. Жәнегі анализ жасау ол 1 күндік таймфреймдерден алынады. Және бұның анализ жасау түрі ол техникалық анализ. Бұның скальпингтен айырмашылығы табысына шығынға қатынасы 3-1. Жәнегі сіз скальпингте егер бір сделкадан 10-15 пункт алатын болсаңыз, интрадейда сіз мысалға 1 күндік, например, АТР-дың бір жартысын алуға болады. Мысалы, 1 күндік АТР егерде 600 пункт жүрсе, 500 пункт жүрсе 1 күнде, онда сіз бір сделкадан жәнегі 200, 250, 300 пунктке дейін жасай аласыздар. Сонда сіз мына скальпингтегі бір сделкадан сіз 30-40 пункт алсаңыз, сіз интрадейді бір сделкадан кемінде 200 пункт, 200-300 пункт жасай аласыздар. Интрадейдің тиімділігі бұнда жәнегіндей анализ жасалып болғаннан кейін, техникалық анализ жасалады графиктерге. Сосын кіші таймфреймдерді мәмілеге кіру нүктесін алып, күніне 3-4-5 сделка жасасаңыз жеткілікті. Сіз жәнегі 4-5 сделкадан тапқан табысыңыз, жәнегі скальпингтегі 30-40 сделкадан тапқан табыспен теңдеуге болады. Скальпингтегілер көп пайда табу үшін бұлар көбінесе объемдарды өсіріп жатады. Әр сделкаға жіберілген сделка көлемін ұлғайтып жатады. Ол объемды көбейту, бұл әрине егер мәмілеңіз жәнегі плюсқа емес минусқа жабылып жатса, онда сіз
тура соншалықты жоғалтасыз. Риск жоғары бұл скальпингте. Интрадейде мысалы риск сондай қатты жоғары емес. Орташа, мысалы сіздің өзіңіз сауда стратегияңыз болады, сценарий бойынша жұмыс жасауға болады. Табысқа деген және табыстың шығынға деген қатынасы 3-1 жасауға болады. 3-1 немесе 3-тен жоғары, 3-1, 4-1, 5-1 әрқалай. Сосын дейтрейд деген бар. Дейтрейд дегеніміз ол күніне 1-2 мәміле жасайсыз. Бұл дейтрейд дегеніміз, мысалы интрадей егер сіздің әр сделкаңыз бір күннің ішінде болса, бір күннің ішінде жалпы табысыңызды аласыз. Дейтрейд дегеніміз ол бір күннен бастап бір аптаға дейін созылуы мүмкін. 3-4 күн, бір апта, немесе одан да көп, 2 апта болуы да мүмкін, 10 күнге дейін істеуге да болады. Ол сондағы дейтрейдтағы сіздің жасағаныңыз ең басты өзі бір жақсы бір 2-3 сделкаға кірсеңіз жеткілікті. Бір мықты бір сделка ашсаңыз, мына дейтрейдтің сіздің таймфрейміңіз, мәмілеге кіретін таймфрейміңіз 1 сағаттықтан мысалы 1 күндікке дейін, 1 сағаттық, 4 сағаттық немесе 5 күн, 1 күндік таймфреймдерде мәмілелер ашылады. Бұлардың жәнегі анализ жасауы, ол техникалық анализбен бірге қоса фундаменталды анализ, яғни жәнегі жаңалықтарға қарайды. Бұл дейтрейд интрадей мен скальпингке қарағанда қауіпсіз. Себебі кіші таймфреймдегі деңгейлер, мысалы белгіленген деңгейлер, олар негізі слабый деңгейлер. Ал мысалы сіз дейтрейдті, мысалы 1 күндік немесе 1 сағат, немесе 4 сағаттық таймфреймдерді жасаған анализіңіз, сондағы анықталған деңгейіңіз, ол мықты деңгейлердің қатарына жатады. Сондықтан, мысалы дейтрейдті сіз 1 аптаға дейін істесеңіз, мысалы бір сделкадан сіз кемінде 2-3 мың пункт алып кетуіңізге болады. Түсінікті, 2-3 мың пункттан сіз бір сделкадан бір талай ақша табуға болады. Сондықтан аптасына 2-3 сделка жасасаңыз жеткілікті. Сосын соңғы тағы бір сауда стилінің түрі ол инвестиция жасау. Бұл жерде сіз мысалы өзіңіздің инвестициялық компанияңызға ақшаңызды беріп қоюыңызға болады. Әйтпесе жеке саудалаймын десеңіз, 1 апталық, 1 айлық таймфреймдерде анализ жасалып, мәмілеге кіріп жатады. Бұл жердегі бір сделкаңыз сіз 3 айдан бастап 1 жылға дейін ұстауға болады. Немесе 6 айдан бастап 1,5 жылға дейін, 2-3 жылға дейін ұстауға болады. Бұл жерде уже сіз нақты бір акциялармен жұмыс жасаған дұрыс болады. Мысалы, қандай да бір Apple болсын, Tesla болсын, солардың акцияларын сатып алып, сол акцияларына инвестиция жасайсыз. Бір сделка жасасаңыз да жеткілікті, сол ұзақ уақыт ұстап отыра бересіз. Бұндағы инвестицияның негізгі анализ көзі ол фундаменталды анализ жасайды. Және фундаменталды анализ дегеніміз ол, мысалы, сіз Тесланы ма немесе Apple'ды саудалап отырсаңыз, сіз соған қатысты ғана жаңалықтарды қарайсыз. Өзінің квартальный отчеттары болады, мысалы, сол отчеттарға қарайсыз, қалай жабылды деген сияқты. Соның бәрін зерттей келе, фундаменталды анализ жасай келе, сіз уже мәмілеге кіресіз. Инвестиция дегеніміз сол, инвестициялық нақты бір компанияның акциясын сатып алып болды, оны ұзақ уақыт ұстай бересіз. Сол жалпы негізгі осы 4 түрлі сауда стилі бар. Және скальпинг, интрадей, дейтрейд и инвестиция. Біздің үйреніп жүргеніміз интрадей. Жалпы осы айтайын дегенім негізгі сауда стильдері туралы.